Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Мен Байсеркеев Нұрмұхаммед, болашақ өзін-өзі басқару ұйымының мүшесі ретінде қазіргі әлемдегі ахуалға байланысты карантин нормаларын сақтауларыңызды сұраймын. Бірлесе көтерген жүк жеңіл демекші, дәл осындай сәтте барлығымыз бір жұдырықтай жұмыла, осы індеттің аяқталуына өз үлесімізді қосқанымыз жөн. Шықпаңыз, карантин жағдайында қатаң талаптарды ұстаныңыз. Ал егер аса қажет болған жағдайда далаға шығар алдында медициналық маска, қолғап және жол мезгіліне сәйкес жеңіңіздің жиде киюіңізді сұраймыз. Қолыңызды көзіңізге, аузыңызға және мұрныңызға тигізбеңіздер. Тыныс алу гигиена ережелерін сақтаңыздар. Қолымызды жиі сабынмен жуамыз, кемінде 20 секунд. Немесе құрамында спирті бар антисептикті қолданыңыз. Жөтелгенде немесе түшкіргенде аузыңыз бен мұрныңызды майлықпен жабыңыз. Дереу майлықты қақпағы бар қоқыс контейнеріне салып, қолыңызды спирті бар антисептикпен немесе сабынды сумен жуыңыз. Байланыс құралдарын пайдаланып, жақындарыңызбен қашықтықтан сөйлесіңіз. Қонаққа бармаңыз, достарыңызды үйіңізге шақырмаңыз. Азық-түлік пен басқа да тауарлар қажет болған жағдайда үйіңізге дейін қызмет көрсету орталықтарын пайдаланыңыз. Күніне 2 рет құрамында хлоры бар немесе басқа дезинфекциялаушы заттарды қолдана отырып, ылғалды тазалау жүргізіңіз. Қоғамдық орындарына бармаңыз. Қорғаныш құралдарынсыз ауыратын адамдармен, яғни суық тию немесе тұмауға ұқсас белгілері бар адамдармен байланыспаңыз. Ауыл шаруашылық жануарларымен немесе жабайы жануарлармен қорғаныш құралдарынсыз байланыспаңыз. Егер де сіздің қалаңызда вирус тарап жатқан болса, адамдардан 2 метр арақашықтықты сақтаңыз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз, құнарлы тамақтаныңыз, иммунитетті нығайтатын витаминдерді қабылдаңыз, немесе олардың жоғары құрамы бар өнімдерді қабылдаңыз. Өз өміріңіз өз қолыңызда, оны бағалай біліңіз. Қатаң шараларды сақтаңыз, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Барлығы сіздің қолыңызда екендігін ұмытпаңыз.